Саламатсыңдар ма балалар? Қазір бізде математика сабағы. Математика сабағына қош келдіңдер. Сабағымыздың тақырыбы пропорционал бөлуге берілген есептер. Сабағымыздың мақсаты шамалар арасындағы тәуелділікке, пропорционал бөлуге, белгісізді екі айырым бойынша табуға берілген есептерді талдау және шығару. Балалар, естеріңде сақтап қалыңдар. Пропорционал бөлуге арналған есептерді шығару үшін екі амалды орындау қажет. Олардың біріншісі бөлу. Алдымен есептің шартында бірлік ретінде не алынғанын табу қажет. Сонан соң табылған бірліктің көмегімен есептің шартында берілген сұрақтың жауабы анықталады. Міне осыны есте сақтап қалыңдар. Олай болса, осыған байланысты есептер шығаралық. Алдымен есепті жақсылап оқып алайық. Сағатына бірдей мөлшерде жанармай жұмсай отырып, автокөлік 4 сағат ішінде 36 литр жанармай жұмсады. Дәл осындай мөлшерде жанармай жұмсайтын болса, 7 сағат жүрген кезде автокөлікке қанша литр жанармай қажет? Қане, ойланып көрейік. Есепті қалай орындаймыз? Дұрыс айтасыңдар. Алдымен 1 сағат ішінде қанша литр жанармай кететінін анықтап алуымыз керек. Ол үшін өте тамаша. 36 литрді 4-ке бөлеміз. Тамаша. Шыққан санды 7 сағатқа көбейтеміз. Өте жақсы. Сол кезде 7 сағат жүрген кезде автокөлікке қанша литр жанармай қажет екені шыға келеді. Жарайсыңдар. Қане, олай болса есептің шартын, шешуін, жауабын жазайық. Қане, шешуінде 36-ны 4-ке бөлгенде 9 литр шықты. Яғни 1 сағатта 9 литр жанармай шығады екен, жұмсалады екен. 9 литр жанармайды 7 сағатқа көбейткен кезде 63 литр шықты. Яғни жауабы 7 сағат жүрген кезде автокөлікке 63 литр жанармай қажет екен. Өте тамаша, жарайсыңдар балалар. Ал енді келесі есепке назар аударайық. Бұл есепті де жақсылап оқып, түсініп алайық. Трактор жүргізуші кішігірім трактормен 4 сағат ішінде 5000 квадрат метр жерді жыртты. Дәл осындай еңбек өнімділігімен ол 8 сағаттық жұмыс күнінде қанша квадрат метр жерді жыртады екен? Қане ойланайық. Қалай орындаймыз? Дұрыс айтасыңдар. Алдымен алдыңғы есеп сияқты 1 сағат ішінде қанша квадрат метр жерді жыртады екен? Соны тауып алуымыз керек. Сонан соң шыққан санды 8 сағатқа көбейтуіміз керек. Өте жақсы. Олай болса, есептің шартын жазайық. 4 сағатта 5000 квадрат метр жерді жыртты. 8 сағатта қанша метр квадрат жерді жыртады екен? Шешуі 5000-ді 4-ке бөлдік, 1250. 1250-ді 8-ге көбейттік, қанша шықты? Дұрыс айтасыңдар. 10.000 квадрат метр. Яғни 8 сағаттық жұмыс күнінде 10.000 квадрат метр жерді жыртады екен. Тамаша, жарайсыңдар балалар. Ал енді балалар, кім жылдам ойынын ойнайық? Кім жылдам есепті шығарады екен? Алдымен есептің шартын оқып алайық. Қар тазартқыш машина 2 сағат ішінде 7 тонна 2 центнер қар тазалайды. Егер дәл осындай өнімділікпен жұмыс істейтін болса, 6 сағат, 5 сағат ішінде қанша қарды тазалайды екен? Қане, кім жылдам орындайды екен? Іске сәт. Жарайсыңдар балалар. Менің ойымша барлықтарыңда дұрыс орындадыңдар. Қане талқылап жіберейік. Алдымен не істедіңдер? Дұрыс айтасыңдар. 7 тонна 2 центнерді центнерге айналдырдыңдар. Тамаша. Неше центнер шықты? 72 центнер. Тамаша. Сонан соң 72 центнерді 2 сағатқа бөліп тастадыңдар. Яғни 1 сағатта қанша қар тазалағанын тауып алдыңдар. Солай емес пе? Шыққан санды 6 сағатқа, 5 сағатқа, 8 сағатқа жеке-жеке
7 тонна 2 центнер, 72 центнер. 72 центнерді 2 сағатқа бөлдік, 36 центнер сағат. Енді 36-ны 6-ға көбейттік 216 центнер, 36-ны 5-ке көбейттік 180 центнер, 36-ны 8-ге көбейттік 288 центнер. Яғни жауабында 6 сағатта 216 центнер, 5 сағатта 180 центнер, 8 сағатта 288 центнер қарды тазалайды екен. Өте жақсы, тамаша, жарайсыңдар балалар. Балалар, ал енді келесі есепке назар аударайық. Бұл есепті де жақсылап, түсініп, оқып алайық. Сонан соң есептеуге кірісеміз. Қане? 1500 бөлшек жасап шығару керек. Бір станок бұл жұмысты 15 сағатта, ал екіншісі 10 сағатта орындайды. Екі станок бір уақытта бірдей жұмыс істесе, барлық бөлшекті қанша уақытта жасап шығарады? Қане ойланайық. Іске сәт. Жарайсыңдар балалар. Менің ойымша барлықтарыңда дұрыс орындадыңдар деген ойдамын. Қане, алдымен есептің шартын жазып алдық па? Сонан соң шешуін орындадық. Шешуін орындағанда қалай орындадыңдар? Алдымен бірінші станоктың жұмыс өнімділігін тауып алдық, солай емес пе? Яғни 1500-ді 15-ке бөлдік, сонда 100 шықты. Яғни 1 сағатта орындалған бөлшек. Екінші станоктың жұмыс өнімділігін тауып алдық. Яғни 1500-ді 10-ға бөлдік. Онда 150 шықты. Яғни 1 сағатта 150 бөлшек жасаған екен. Сонан соң әрбір өнімділікті бір-біріне қостық. Сонда 100-ді 150-ге қосқанда 250 бөлшек. Сонан соң не таптық? Уақытты таптық. Дұрыс айтасыңдар. 1500-ді 250-ге бөлдік. Сонда 6 сағат шықты. Жауабы барлық бөлшекті 6 сағатта жасап шығарады екен. Тамаша, жарайсыңдар балалар. Өте жақсы. Ал енді балалар, мына бір экранға назар аударайық. Экранда асықтар берілген. Осы асықтарды жинай отырып, бүгінгі сабағымыздың әрі қарай не туралы қандай есеп екенін тауып аламыз. Кәне, асықты жинастырайық. Дұрыс айтасыңдар. Асықты жинаған кезде кітапхана сөзі шықты. Яғни келесі есебіміз біздің кітапханаға байланысты екен. Кәне, өзіміз орындап көрелік. Іске сәт. Жарайсыңдар балалар. Менің ойымша барлықтарыңда дұрыс орындадыңдар. Өте тамаша. Ал енді келесі есепке назар аударайық. Келесі есеп бізде кестемен берілген. Бұл есепті де өзіміз орындап шығайық. Жарайсыңдар балалар. Бұл есепті де барлықтарың дұрыс орындадыңдар деген ойдамын. Қане, барлығымыз бір-бірімізді бағалап жіберейік. Тамаша. Сабақ түсінікті болды ма? Есеп қиын болды ма? Жақсы. Олай болса, бүгінгі сабақ түсінікті болса, сабағымыз осымен аяқталды. Келесі сабақта кездескенше.